Бәріне сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен шаш күтімі жайлы бір пайдалы, қызықты ақпарат беретін боламын. Егер де сізге шаш күтімі, бет күтімі жайлы көбірек ақпарат қажет болса, міндетті түрде менің каналыма өтіп, тіркеліп қойсаңыздар, өткізіп алмайсыздар. Ал енді бүгінгі ол менің өзімнің ең сүйікті, әрдайым пайдаланатын май сывороткам. Ол шашты ең алдымен маған ұнайтыны өте ұзақ уақытқа жылтыратып тұрады. Мысалы ретінде, менің басымның жуылмағаны 3 күнде уақыт болды. Арнайы жумай сіздерге күтіп жүрдім. Жаңағы сыворотканың қалай жұмыс жасайтын көрсету үшін. 3 күннің өзінде де жылтырлығы әлі жоғалтқан жоқ. Ол сол үшін пайдасы өте көп. Ал екінші, ол шашты өсіруге жақсы көмектеседі. Мысалы, мына фотоны көріп тұрсаңыздар, 2-3 ай бұрын шашымды тым қысқа қылып кескен еді. Міне 2-3 айда сол сыворотканың арқасында жөптер өсіп қалды. Мен бағанан бері айтып мақтап жатқан майды ол барлық жерден табуға болады және бағасы өте қолжетімді. Ол не май сыворотка десеңіздер, ол розмарин шөбінен жасалған. Негізгі оның алдындағы видеоларда көрсеңіздер, розмариннан қолдан жасап көрсеткен болатынмын, қалай жасауға болады. Оған уақыт жоқ болсаңыз, осында розмаринді сатып алсаңыздар болады. Осы май дәл менікіндей шашыңызды жылтыратып, тез өсуіне жақсы септігін тигізеді. Оның қолдану тәсілі өте оңай. Ең алдымен жаңағы басыңызды жуатын алдында осындай пипеткада ыңғайлы қолдануға, шаш түбінің терісіне осылай, бұтамып кетті, терісіне тамғызып, осылай үйкелеу арқылы жасаймыз. Осылай барлық шашты прейтқа бөліп, сол прейттарға майды жағып шығамыз. Ал міне мен майды бүкіл бас терісіне жағып шықтым. Болғаннан кейін міндетті түрде осындай щеткамен массаж жасаймын. Сол кезде бас терісінде қан айналымы жақсы жұмыс жасап, бас терісінің порыларының бәрі ашылып, май тереңінен сіңіп, тезірек реакция жасауға көмектеседі. Сол себепті міндетті түрде осындай щеткамен массаж жасау арқылы жаңағы сыворотканы басымызға жағамыз. Осындай тәсілді егерде шашыңыз өте жұқа және майланғыш болса, 10 күнде или аптасына 1 рет қолдану жеткілікті. Ал шашыңыз қалың, тез майланбайтын болса, аптасына 2 рет не болмаса чередовать етуге болады. Бір бас жуғанда қолданып, екінші бас жуғанда қолданбау. Осы масканы жасағаннан кейін міндетті түрде сусабын, яғни шампуньмен шашымызды 2 рет жақсылап жуып аламыз. Себебі бұл май болғандықтан шашта қалып қоймау қажет. Басыңызда терісінде қалып қойса, шашыңыз әрине тез майланып кетеді. Сол себепті міндетті түрде шампуньмен 2 қайтара жақсылап тазалап жуып алыңыздар. Ал сіздерге қыздар сәттілік. Сіздерге мен рецептім өте жақсы пайда тигізетініне сенімдімін. Міндетті түрде жасап қолданып алыңыздар. Ал маған тіркелгендеріңіз үшін үлкен рахмет.